Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге осындай жасыл қызанақ, яғни толық піспеген қызанақпен капустадан осындай салат жасайтын боламыз. Өте дәмді әрі ащы болып шығады. Қысқа сақтасаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеомды соңына дейін көрмес бұрын арнама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Бізге ол үшін капуста және лавр жапырағы, қара бұрыш, кемілдәрі, чеснок және осындай толық піспеген қызармаған, яғни жасыл қызанақ керек болады. Мен алдымен қызанағын турап жатырмын. Қызанақты жақсылап жуып алып, ортасынан осылай бөлеміз. Одан кейін артық жерлерін алып тастаймыз да, ортасынан бөліп, тағы да майда етіп турап шығамыз. Мен осылай қызанақты ортасынан бір бөліп турап жатырмын. Сіздер одан да майда етіп жазсаңыздар да болады. Осылай барлық қызанақты турап шығамыз. Сонымен қатар менің каналымнан басқа да қысқа сақтауға арналған салаттардың, түрлі ыстық тағамдардың және тәттілердің рецептері өте көп. Арнама кіріп көрсеңіздер болады. Келесі кезекте осы капустамызды тураймыз. Ең алдымен сыртын ашып алып, сыртқы қабатын аламыз да ортасынан бөліп, қатты жерін алып тастаймыз. Одан соң майда етіп, осылай видеодағыдай барлығын турап шығамыз. Бұл салатта өздеріңіз қалауларыңыз бойынша азғантай етіп жасауға да болады. Мен мұнда көп жасайтын болғандықтан 3 капустаны қолдандым. Енді бір бас чеснокты алып, осылай әрқайсысын ашып шықтым. Одан кейін барлығын турап шығамыз. Кемілдеріне де өз қалауларыңыз бойынша көп немесе аз қылып жасасаңыздар да болады. Менде ащы болу үшін осылай 3 штукты майдалап турап шықтым. Барлық тураған қызанақ, капуста барлығын осылай бір ыдысқа салып, үстіне дәміне қарай тұз, бұршақ қара бұрыш және лавр жапырағын саламыз. Және осылай барлығын жақсылап араластырамыз. Соңында чеснокпен осы кемілдерімізді салып, жақсылап өздеріңізге ыңғайлы үлкен қасықпен араластырамыз. Осымен біздің салатымыз дайын болды. Енді соңында осылай пленкамен жауып, үстіне қатты бір затты осылай басып шығамыз. Біз осындай үлкен тасты қолдандық. Тасты ортасына қойып, бетін жауып, бір аптаға қойып қоямыз. Бір аптадан кейін өзінің суы шығып, салатымыз дайын болады. Осымен біздің салатымыз дайын болды. Егер видеом ұнаған болса, мені қолдап арнама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Әлде көптеген рецептер болады.